Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді сырникидің рецебін ұсынамын. Олай болса кеттік, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Жасауы да өте оңай және өте дәмді болып шығады. Бірінші кезекте осылай творогымызға 2 дана жұмыртқамызды салып, үстіне шекер саламыз және манны круппа салып араластырып алатын боламыз. Кішкене ғана ванилин саламыз. Ұнаса салсаңыздар да болады. Осылай барлығын араластырып аламыз. Міндетті түрде творогтарыңыз құрғақ, әдемі болу керек. Сонда сырникидің да формасы әдемі болып шығатын болады. Егер де суы шығып кеткен, былжырап кеткен творог салсаңыздар, сырникиларыңыз да формасын ұстамай онша емес болып шығатын болады. Сол себепті творогқа да бұл жерде мән беріңіздер. Осылай барлығын араластырып аламыз да дөңгелектеп формаларын жасап шығатын боламыз. Мен бұл жерде рецепті 2 есе көбейтіп жасадым. Сіздер жартысын жасасаңыздар да болады. 1 килограмм творогтан бұл жерде 20-22 штук сырники шықты. Міне осылай барлығын формаларын келтіріп, бөліктерге бөліп қоямыз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, қазақша арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне барлығын дөңгелектеп шықтық. Енді соларды формаға келтіретін боламыз. Міне осылай кішкене ұнға аунатып аламыз да, осылай формаларыңыз болса формамен немесе бокалмен домалақтап формасын келтірсеңіздер де болады. Міне барлығын осылай формасына келтіріп, барлығын пісірсеңіздер де немесе қатырып қойсаңыздар да болады. Қалаған кездеріңізде алып, свежий қылып пісіріп жесеңіздер де өте дәмді. Бұл кішігірім чизкейктің кішкентай варианты десек те болады. Өте дәмді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Осымен сырникиміз пісіп шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, ас болсын.